Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен бірге осындай үлпілдеген әдемі дәмді бәліштерді жасаймыз. Бізге керек заттар: жылы су, сұйық май, тұз, қант және дрожж. Ыдысымызға барлығын құйып, көтерілу үшін апараға қоямыз. Мінекей, осындай болып біздің дрожжымыз көтеріліп, дайын болды. Үстіне ұнымызды себелейміз. Барлық заттардың құрамы описаниеде беріледі. Мен мына жерде көз мөлшерлеп салдым. Негізі жақсылап тұрып ұнымызды салып араластырамыз. Ең бірінші мен ұнымды осылай ағаш қасықпен ауыстырып аламын. Соңында қолмен басып бір қалыпқа ендіремін. Қамырымыз біздің жұмсақ болу керек, қатты илеп жіберуге болмайды. Осындай қылып жұмсақ қылып илейміз. Үстін басып осылай жақсылап бетін жауып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Жылы жерде тұру керек. 1 сағатымыз өтті. Мінекей біздің қамырымыз осылай ашыды. Осы қамырды жақсылап тұрып бір басып қоямыз. Шамамен жарты сағатқа қойсақ болады. Енді біздер начинкасын дайындаймыз. Ашылған картобымызды салқын суға салып, үстіне тұзын себелеп, газдың астын қосып, отқа қоямыз. Біздің картобымыз қайнады. Шпажканы картошкамызға батырып, піскенін көреміз. Картошкамыз пісті, барлығын сүзіп аламыз. Енді табамызға күнбағысымызды құйып, күнбағыс майын жуамызды қуарамыз. Жуамызды 4 бұрышты қылып турасақ болады. Қызып тұрған табаға жуамыз салып, қуыра бастаймыз. Жақсылап тұрып қуырамыз. Қызарғанша. Піскен картошкамыздың үстіне сары май, 82% сары майымыз саламыз. Қуырылған жуамызды саламыз үстіне. Барлығын жақсылап салып, сүт құямыз. Картоп езетін езгішпен жақсылап тұрып еземіз. Қара бұрыштан саламыз. Мінекей осындай болып біздің начинкамыз дайын болды. Жарты сағаттың ішінде қамырымыз осындай болып ашыды. Қамырды осылай жақсылап тұрып басып алып, 10 минутқа қойып, осындай күлшелер дайындаймыз. Сіздер өздерің қалауларыңызша көз мөлшерін салсаңыздар болады. Мен бірақ әрдайым осындай весімді пайдаланып, бәрі бір қалыпты болу үшін 50 грамдап дайындап аламын. Шамамен 20-25 күлше шықты менде. 20-25 бәліш жасалады. Бетін жауып қойып, 5 минутқа қоямыз. Дайын болған күлшелерімізді оқтаумен илегенде біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Дайын тұрған салмамызды, яғни начинкамызды саламыз. Салып, әркім әртүрлі қылып өрсе болады. Мен осындай плетенка түрінде өремін. Негізі өргенде өте оңай. Бір жасап үйреніп алсаңыздар, оңай болып шығады.
Әрі қарай осылай қалған бәліштерімізді илеп, формаға келтіріп дайындай береміз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан илегенде де ыңғайлы болады, жабысқанда да оңай болады. Ең оңай түрі осылай плетенка түрін жасаған дұрыс болады деп ойлаймын. Пісіргенде де әдемі болып шығады. Негізі маған бәліш жасаудың осы рецепт түрі ұнайды. Барлығы да қолжетімді заттардан тұрады және бір жасағанда өте жұмсақ болып дайын болатын бәліштердің бірі. Енді дайын тұрған бәліштерімізді қызып тұрған табаға екі жағынан 1,5-2 минуттай пісіріп аламыз. Негізі мен бауырсақ бәліш жасағанда осындай шұңқыр табаға жасаймын. Өйткені екі жағынан да бір қалыпты болып піседі және майымыз шашырамайды. Осындай бір қалыпты әдемі бәліштер дайын болды. Әрі қарай қалған бәліштеріміздің барлығын пісіріп қоямыз. Қараңыздар, қандай үлпілдек, томпақ деп айтсам болады, бәліштеріміз бір қалыпты болып пісті. Жегенде өте жұмсақ бәліштердің бірі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны алдағы уақытта күтіңіздер. Сау болыңыздар.